Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге өте керемет шығатын шоколадтағы құрманың рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдымен шоколадымызды осындай кондитерский мешокқа салып аламыз. Қатты қайнаған суға осылай стаканға салып бір шетке алып қоямыз. Шоколад еримін дегенше құрманың ішін осылай видеода көрсетілгендей етіп тазалап аламыз. Мендегі королевский құрма кез келген құрма түрімен жасасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне түрлі кепкен жемістер салсаңыздар болады. Мен бұл жолы миндаль салдым. Өте керемет болып шығады екен дәмі. Барлығын ішіне осылай 2-3 данадан салдым. Орнына грек жаңғағын қолдансаңыздар да болады. Онымен де өте дәмі керемет болып шығады. Дәл осы рецептімен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Күнделікті шайға немесе қонақ келген кезде дастарханыңыздың сәні бола алатындай керемет десерт түрі. Барлығын жасап алдым. Шоколадымыз еріді. Топ декордың осындай красный красителін алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі түске енгізіп, немесе ақ шоколадпен де жасасаңыздар болады. Жартылай ақ, жартылай розовый түсте шығардым. Осылай зубочисткаға қыстырып алып, барлығын осылай шоколадқа салып аламыз. Және кішкене осылай сілкіп жіберсеңіздер, артық шоколадтары түседі. Барлығын осылай кезегімен жасап шығамыз. Біреуге сыйлық ретінде жасасаңыздар да өте бағалы сыйлық болып саналады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі өзгерістер енгізсеңіздер болады. Мен осылай алтын түстес жылтырақпен бояп шықтым сыртын. Десертіміз дайын болып шықты. Қараңыздар, өте керемет болып шығады. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.